қонақта. Үйінің еркесі, ата-анасының 7 ағасының еркесі, шығыстың ерке қызы, сіздердің барлықтарыңыз танитын стендап комик Жансая Мұратбекқызы. Қайырлы кеш, қайырлы күн, қайырлы таң, қай кезде көреді екен бұны халық? Кешкі уақытта көреді, бірақ мен қайырлы күн деп айта беремін, өйткені біз дәл қазіргі өзіміздің байыппен әңгімелесе берген дұрыс. Қош келдіңіз. Рахмет. Кеше сіздің стендап концертіңізде болып қайттық, аншлаг. Керемет. Шүкір. Енді қазақ тіліндегі жастарының осындай үлкен сахнаны жастарды жинай алуы, орысша айтқанда уровень ғой. Сондай уровеньді жасау үшін адам неден бастау керек? Жалпы менің бұл жолға бұл стендап бағытына түскеніме биыл 7 жыл болыпты. Толыққанды 7 жыл, 2018 жылдан бастағанмын мен. Әртүрлі ұлдармен бірге шығып жүрдім. Осы уақытқа дейін, негізі 2025 жылға дейін мен ұлдармен бірге 5-6 адам, 10 шақты адам үнемі сондай стендап концерттер беріп жүрдік. Сөйтіп әртүрлі бағдарламаларға шақырады, анда шақырады, мында шақырады, бірақ тек осы стендап бағытында шығып жүргеннен кейін сұрайды менен. Қалай, ұлдардың арасында жүрген қалай екен, жалғыз қызсыз деген сияқты. Бірақ мен түбі білетінмін, мен бұлардан бөлек кетемін дейтін сенім болатын ішімде. Мен ойлаймын, бұлай халықты бұндай деңгейде жинау, өзіңе деген бір махаббатты қалыптастыру, ол сенімнен тұрады деп ойлаймын. Өйткені ең бірінші, егер де мен қорқақтап сол ұлдардың қасында жүре берсем, егер мені енді бізде былай ғой, қоғамда бәрібір қыз баласының сахнада жүруі, сахнада тұруы деген ол әншіліктен бөлек бұлай сөйлеуі деген ол өте сирек шығар. Өте сирек. Жоқ, білмеймін енді нақты, өйткені сатирада, мысалы енді бұрын сондай театрлардың құрамында жүрген танымал актрисаларымыз бар, мысалы елге танымал. Ол кісілер соның фонында онша байқалмай қалады, әйел адамның рөлін ойнайды, бәрі қалыпты жағдай. Ал бірақ өзі суырылып жеке дара шығу деген ол 50-де біреу дейді ғой. Стендап бағытында қыз баланыкі әзірге мен. Бірақ жаңағы шығып жүрген қыздар бар, олар әлі эфир деңгейіне дейін жете алмай жатыр, өйткені материалдарын толықтырып, әдемілеп шыққылары келеді деген сияқты. Сол себепті менің шығатын кезде қорқыныш болды, әрине мені қалай қабылдайды халық, мынау шығып алып не айтып тұр деген сияқты, мен өз отбасыма, өзімнің атақ абыройыма нұқсан келмей ме деген сияқты. Бірақ сол бір сенім мені жібермей қойды. Оның үстіне мүмкін көрген де шығарсыз, мені зерттейтін, мені білетін адамдардың барлығы біледі, менің папам марқұм кішкентай күнімнен осы қызым менің атымды шығарады дейтін, нені көкейіме, санама құйып тастаған. Құйғанда ол кісі жай айтады, бірақ сен менің атым шығарасың деп нақты айтпайтын. Бірақ әр сөзінде айтып жүреді, соны мен ойлайтын, әкемнің атын шығаруым керек, мен қалайда біреудің көлеңкесінде тасасында қалып қалмауым керек деген сияқты. Сөйтіп жүріп, сондай сенімнің арқасында шығар, өз-өзіңе сенбесең, сен халықты сендіре алмайсың. Өзіңе сенімді болмасаң, сенің әзілің де өтпейді. Өзіңе сенімді болмасаң, мынандай үлкен, енді артында қаншама әуресі бар жұмыс жатыр ғой. Өте. Мысалы, халық келеді, ренжиді, зал неге андай, зал неге мындай, неге бізді өткізбейсіздер деген сияқты. Соның барлығы сенім, өйткені сенім жоғалса, бітті, ол жерде барлығы. Сізде команда бар ма қазіргі таңда? Қазіргі таңда команда бар. Әзірге шағын, енді әртүрлі жауапты адамдар бар, бірақ кем дегенде 4-5 адамнан құралған команда бар. Продюсеріңіз бар ма? Продюсерім күйеуім. Продюсеріңізге өте тамаша. Сол кісі, сол серый кардиналым, барлық артында тұрған бүкіл жұмысты техникалық жағынан, жаңағы командаға да жауапты, бүкіл менің ең сенімді продюсер. Ең сенімді, ақшасы бар, ақшасын ұялмай алатын, жаңағы қысылмайтын, сондай продюсерім ол кісі. Оның үстіне жаңағы менің алғашқы концертім YouTube арнаға шықты ғой, осы көктемде түсірген алыстағы жақыным деген, соның барлығына жауапты адам, барлығына сол кісі болды. Сол себепті сондай командамен жұмыс істеп жүріп, еще продюсердің сенімі болғанда, енді бұл жерде біз кәсіби тұрғыда айтатын болсақ, маған мені ұштап кәдімгідей айтып отыратын сол адам. Одан кейін менің сеніміме қарап, менің жаңағы потенциалыма қарап, менің сол жанып тұрған көзіме қарайды, ол одан сайын мотивация алды. Біз бір-бірімізде мотивация алып жүрген адамдармыз. Сізді бүгін қонаққа шақыру үшін де, мысалы, сіздің продюсеріңіз, жолдасыңыз арқылы шықтық. Өйткені Жансая ханымға жету өте қиын, ол кісіде сондай, өте көп жұмыстар. Мен әйел адамның білем ғой қандай екендігін. Мысалы, дәл қазір таңда қызыңызды кім қарап жатыр?
дәл қазір қызымды өзіммен жаңа командамызда айттық қой, бір командада менің қызыма жауапты адам бар, ол менің сіңілім, соны алып кетемін. Өте тамаша. Жаныңызда ертіп жүресіз, тастамайсыз, иә? Қызымды кейде енді бір батыс өңірге алысқа кетсем, өткенде тастап кеткен болатынмын, ол кезде енді ол қиын болады, алып жүру деген сияқты нәрселер. Былай жақын жерлерге кейде алып кетемін. Кейде бірақ ол кейбір қалаларға тастап кетемін, ыңғай келіп жатса. Оның үстіне түсінетін шығарсыз, кішкентай бала ауырып тұрған кезде де тастап кете алмайсың, бір жүрегіңді тастап бара жатқандай болсың. Сөйтіп өзіммен кей кездері алып та жүремін. Әрине, мысалы жаңағы алыстағы жақыным дегенді айтып жатсыз ғой. Кез келген сіздің концертіңіздің арт жағындағы әріптердің барлығынан, енді профессионал тұрғыда болғаннан кейін шығар, мен байқаймын да, сіздің өзіңіздің брендбугіңіз бар, өзіңіздің брендирован. Енді сол бренд жағына келейікші. Өйткені сіз кәдімгі адамдарға көрсете алатын үлкен кейссіз да, жоқтан бар жасаған, өзін бренд жасаған. Енді сіз өзіңізді осындай дәл қазіргі таңдағы бренд бола алуыңызға үлкен әсер еткен дүние не болды? Мен жалпы егер де бізде Алматы қаласында мен енді ең алғашқы жолымды вайнер ретінде бастадым. Өйткені жалпы мен негізі автор сценаристпін. Стендапты жазу деген ол авторлық қабілет қажет, бұл жерде міндетті түрде. Сол автор сценаристік қабілетімді қайда бағыттарымды білмей бүйтіп ішіме сыймай жүрген кезде вайндар жазып бастадық. Сөйтіп кейбір енді жаңағы танымал адамдарға вайндарды береміз, ол кісілер түседі, біз кәдімгі тапсырыспен жазамыз, оған қандай да бір гонорарымызды аламыз. Ал жарамай қалғандарын өзім түсіретінмін. Сөйтіп өзім түсіріп жүріп оқырман жинай бастадым. Видеоларым барлығын түсірдім. Одан кейін жеңіл-желпі дүниелерге мән бермейтінмін. Міндетті түрде ол қалай айтсақ болады, философиялық тұрғыда, әдеби жағынан мықты жазылған, барлық қазақи бір нені болмысты қалыптастырған, жиза дейді ғой, өмірлік мәні бар бір нәрселерді қамтыған нәрсе болу керек болды да, соны жазамда. Бұл менің жақсы жағымда шығар, жаман жағы да бар өзім үшін. Жақсы жағы, мен өз оқырмандарымды, өз аудиториямды сапалы контентке үйреттім. Яғни биткен бір қимылға күле салатын емес, мен міндетті түрде сөзбен күлдіретін. Мүмкін білесіз, Жабар арнасы дейтін рубрикам болатын менің. Армағайын тападал түсте бірдеңе тұрақты сөз тіркестерін бәрін қосып, оны дегенмен 1,5-2 апта жазам отырып алып. Бұл жерде Дидарға тек қана жаңағы ұзақтығы, жалықтырып алмайын ба деген жақтарын тыңдатып, көрермен ретінде оқимын. Бірінші көрерменің сокс. Қалған ештеңесін араласпайды, қалған жазу жағын өзіме тапсырады. Өйткені Дидар да автор сценарист, бірақ ол мен сияқты жазбайды. Ол басқаша күлкілі қылып жазады. Содан кейін сөйтіп жазамыз да, сосын саламыз. Анау миллионнап кем дегенде миллион жарым жинайды. Ол 2 миллион, 3 миллионға шығып кеткен. Сондайлар жазып келеміз де, халық менен анда-санда болады, бір ерігіп бір жаза салатын вайндар, соны түсірген кезде, мынауыңыз не болды деген сияқты жазатын болды. Халық күтеді, жаман жағы менің жеңіл-желпі әзілдерімді қабылдай алмайды. Ал менде енді кейде ресурс бітіп қалады. Кейде болмайды. Енді арасында бір 15-20 күн деп салмай кету деген, ол егер де парақша жүргізетін болсаң, ол сіздің ахватыңызды жаңағы түсіріп жібереді. Содан кейін енді қой арасында хотя бы дәм болсын осындай бірдеңелер салып жіберейік деп салғанымыздан керісінше біз өзіміздің оқырмандардан андай реніш естіп жаттық. Сөйтіп мен өзімнің оқырманымды, аудиториямды сондай қалыптастырып алдым. Сапалы дүниеге. Одан кейін бардым да енді уже вайннан жалға бастадым. Жалпы оның өзінің бір уақыты болады. Сен үнемі өзекті тақырыптарды қозғай алмайсың. Үнемі халықтың көз алдында жүре алмайсың. Халық сені үнемі таниды, бірақ сенің түсіріп жатқан сенен жас буын келе жатыр ғой, қызығырақ. Сол себепті оған қою керек. Мен бәрібір сол 2018 жылы сол шешімге келдім, стендапты ақырындап ала берем. Халықтың көзін үйрете берем деген сияқты. Бұл жерде менің бренд қалыптастыруыма әсерін берген нәрсе, ол менің сол мүмкін дисциплина міндетті түрде. Яғни ол дисциплина болмаса, менің талантым бар деп айта алмаймын. Керемет, мүмкін халық талант деп отыр. Енді бірақ мен мысалы өзімді кеуде соғып айта алмаймын, талант деп. Мен бір кәсіби маман иесі емеспін, актриса емеспін, кәсіби журналист емеспін. Бірақ мүмкін әкемнің кезінде қазақ тіл әдебиетін қатты оқытқаны шығар. Мен солай әдемі сөйлеп, әдеби сөйлеп үйреніп алған адаммын. Содан кейін жаңағы жазған нәрселерім де өзінің бір мәні болды да. Одан кейін сол мүмкін осы да әсерін берген шығар, дисциплинадан бөлек. Сол себепті бұл былай ғой, кейбір адамдар бар, міне мен жеттім,
міне менің осы биігім болды, мен мойындатқыздым, концерт бердім дейді, ол керісінше сол жерден құлайды деп ойлаймын. Ал егер сіз ұдайы ол сізге аздық етіп, жоқ мен тағы да берем, жоқ мен биыл 2-ші рет берем, енді мен былай келем де мынандай концерт берем, немесе мынандай нәрсе шығарам, мынандай дүние түсірем деп сен үнемі жұмыс үстінде, еңбек үстінде болсаң, ол сенің брендіңді сол күйі сақтап, атыңды нетіп тұрады, тұрақты түрде ұстап тұрады. Мен сізден өте бір сондай блогыңызда да барлық жерде шынайылық көремін да. Тіпті кеше концертіңіз болып жатқан кезде өзіңіздің бетіңізді әлеп жатқаныңызды көрдім да. Ол өте редкость. Енді қазір қазақша айтып жатсам көбінесе тыңдамайды қалуы мүмкін. Өте редкий нәрсе ол. Адам жаңағы айтатын сөзіне мен не алып шығам, өзінің продуктысы дейді ғой, соған мән береді де, қалған нәрсені шынайылықпен шығу. Ол өте керемет дүние. Қазіргі таңда ондай аз. Содан менде мынандай ой пайда болды да, Жансая ханымның қазіргі таңда личный брендінің осылай өзіндік бір жақсы шарықтап жатуының себебі де шынайылық. Халық оны көре алады. Мысалы сол шынайы шығуға қорқатын жастар бар. Осы жерде кішкене жастарға инсайтпен бір не беріп кетейікші. Шынайылықтан қорықпай, бар болмысыңмен шыға беру үшін адамда қандай қасиеттер болу керек, я болмаса дамыту қажет? Шынайылық туралы мен осы ең алғаш жалпы осы стендапты бастаған кезде де, вайн түсіріп бастаған кезде ең бірінші маған, ол адам кез келген жолды бастайды ғой, бастаған кезде айналасындағы адамдардың пікірі. Ең бірінші маған бүйтіп айтты: орыс тілінде түсір, орыс тілінде шық деді. Өйткені қазіргі көрерменнің талабы сол деді. Мен айттым, сен қазақ тілінде көрмейді, немесе просмотрларың аз болады, қаралымдар аз болады. Мен айттым, мен неге өзім сөйлей алмайтын тілде өзімді қинап шығуым керекпін, енді біреу көреді деп деген сияқты. Мен оның үстіне, біз мысалы ауызекі тілде орысша сөйлей береміз, басқа тілдерде сөйлей береміз, қиналмаймыз әрине. Бірақ сен қандай да бір аудиторияны жинау үшін, ертең сен сол адамның лидері боласың, лидер мнение дейді ғой, солардың алдында сөйлейсің, бірдеңелерді айтасың. Ертең саған қандай да бір нәрселерді жауапкершілік артып тастайды. Сіз не дейсіз мынау туралы? Мынандай жағдай болып жатыр деген сияқты. Сондай моменттерде сен өзіңнің ойыңды таза, дұрыс жеткізу үшін, және сен сол менталитетке жақын болуың керек қой. Менің менталитетім қазақша ұрып тұр ғой, кәдімгідей. Сөзімнен, өзімнен, іс-әрекетімнен барлығын. Сосын айттым, көрмесе көрмей ақ қойсын. 2000 болса да, 3000 болса да, әйтеуір көрер, бірдеңе қылар. Бірақ мен өзімді қинап, сындырып, ондай басқа тілде шыққым келіп тұрған жоқ дедім. Әрине құрметтеймін, кімге ыңғайлы, әркім өз тілінде шыға берсін, өз қалаған тілінде дедім. Солай бастадым. Бірақ біздің айналамызда, ортамызда қаншама танымал достарымыз бар араласатын. Көбі сол ең алғаш бастаған кезде осындай нәрселерден шынайылықтарын жоғалтып алған. Яғни сен қандай да бір аудиторияның алдында бірдеңе айтатын болсаң, жаңағы бір ойды айтатын болсаң, міндетті түрде дұрыс жағын айт. Түзу қылып айт, өзіңді мәдениет тұста, немесе тек қазақ тілінде ән тыңдап қос деген сияқты ғой. Мысалы сенің стористеріңде басқа тілдегі ән болмау керек. Сен патриоттықты нетесің ба, үлгі қыласың ба, демек сен патриот ретінде өзің ұстауың керек. Жүрген жеріңде боқтамауың керек. Мысалы енді былайша айтқанда ол жалпы тілде әрине жаман сөз балағаттауға ештеңе болмайды, бірақ дегенмен көбіне жігіттер жағынан мәдениетті сөйлеу жағынан қатып қалған қағидалармен өздерін бүйтіп шектеп қоршап тастағанда, одан кейін өмірде жүрген кезде олар еркін. Одан қайтадан уже камераны түсіре қалсаң, қайта жиналып қалады. Көп адамдар солай. Неге деген сұраққа мен о бастан оқырмандарымды сондайға үйретіп тастаған. Шынайылыққа, өзіңіздің бар болмысыңызға, ертең көрген кезде сен неге мынандай деп айтып тұрсың, сен неге мындай деп тұрсың деген сияқты нәрселерді талап ететін болады. Сол үшін қалай бар, солай қалай. Мен айтамын, сонда сенің шынайылығың қайда? Қазіргі мына сахна, камерадан тыс сенің өмірің қайда? Неге сен өзіңнің сынған, мысалы кейбір танымал адамдар бар, өзінің сәтсіздіктерін көрсетпейді. Ол адамның бәрінде болады. Бәрінде бар. Әрине сен жылап еңіреп кешкен сторис сала беруге де болмайды халықтың алдында. Өйткені сенің берер контентің қандай? Мысалы мүмкін біреулер көмектесіп жатады, біреулер жаңағы біздікі сияқты әзіл форматында болуы мүмкін. Енді мен кешке жылап бірдеңе сала берсем, халық не үшін жазылдым деп ойлайды. Бірақ сенің де сынатын сәтің болатын, сенің де тіпті былайша айтқанда ақшаң жоқ болатын, сенің де жаңағы бетін қайтатын сәттер. Мысалы мен айтып жатырмын ғой, осы концертте қаншама концерттік залдар бас тартты. Оған себеп көп.
соның барлығын мысалы сен көрсетпесең, тек идеальный өмір сүрсең, халық та ойлайды мынада бәрі жақсы, бірдеңе сондай нәрсеге ұмтылады. Бірақ өмір ондайдан тұрмайды ғой. Сол себепті шынайылықты біз қазір қалай бармыз, солай халық қарапайымдылық деген нәрсені ұмытып кеткен сияқты. Сонда жақын болады, иә, аудитория адамға. Сонда жақын болады. Өйткені сіз өзің көреді. Мысалы мен рожки жеп отырғанымды сала саламын, вермишель жеп отырғанымды сала саламын деген сияқты. Мен кешке дейін осы бүйтіп әдемілеп, өзімнің шашылып жатқан үйімді көрсету деген мен үшін түкке де қиын емес. Бірақ оны халық, ойбай, ертең халық айтады, мына Жансая шашылып жатыр. Менің мамам мысалы, неменеге көрсетесің ана шашылып жатқан аяқ киімнің бәрін деген сияқты айтады. Мамалардың несі ғой. Мамам ойлайды, сен анау елдің алдында жүрсің, таза ұста, ананың бәрін жинап барып сөйлес. Мен кейде шашым бүйтіп отырып сөйлесем, неге қол бұрап отырсың дейді. Мама ол енді табиғилық қой, енді қашанғы жасыра беремін, әдемі болып деген сияқты. Сол. Екі картинка бірдей. Журналист ретінде айтайыншы сізге. Сізді былай желілерден көргенде қандай, қазір қандай, екеуі бірдей, ешқандай айырмашылық жоқ. Ол нәрсені шынайылық дейміз. Өте керемет дүние. Сол тек камерадан бәрібір халыққа көрініп тұрады. Сосын көптеген көрермендер мысалы маған жазады, ренжіп жатады. Мысалы осы концертпен қаншама адамдар әртүрлі аймақтарға барған ғой. Мысалы біреу айтты, ойбай, мен асығып бара жатырмын, барғаннан кейін суретке түсеміз, бүйтеміз, сөйтеміз дейді, қашып кетіп жатты дейді. Келген әншілер, бірдеңелер, жаңа билетті сату мақсатында, өткізу мақсатында, көрерменді келтіру мақсатында деген сияқты. Сіз осы жолы сөйтпейсіз ба, бүйтпейсіз ба деген сияқты айтады да. Жоқ, мен уақыт тауып сіздермен суретке де түсемін. Мен бірінші рет келіп тұрмын оның үстіне деген сияқты. Бірақ осындай бір әртүрлі өтірік әңгімелердің несімен көңілдерін қалдырып та тастайды халық. Сосын халық сенбейді. Келгеннен кейін, ой, бұл просто билетін өткізу үшін, әшейін келіп кету үшін осындай нәрселерді айтады. Келгеннен кейін іс әрекет мынау, немесе кейбіреу жандарым, мен сіздерге бара жатырмын деген сияқты бірдеңелерді айтады да, келгеннен кейін былай уже кеуде, халықты өзіне жақын тартпау, суретке түсеміз, камераңызды дайындап алсаңыз бірінші деп осындай неше түрлі ситуациялар болады екен. Оны маған оқырмандар жазады. Мен кейде оқырмандармен сөйлесем, уақыт тауып, әрине мүмкін емес 500 мың адамның ішінен оқып отыру деген сияқты. Бірақ сөйтеді, кімге айтарымды білмеймін, жаман көңіліме келді осындай бір кісі маған сөйтіп камерам бүйтіп ауыспай қалып еді, камераңызды дайындап алыңыз бар деді да, бүйтіп мына жақта түсті деген сияқты нәрселерді. Вот халықтың осыдан көңілі қалады. Яғни біз бәрібір шынайы емес, біз экранның алдында басқа нәрселерді жаным күнім айтамыз, бірақ өмірге келген кезде бетпе-бет суретке түскенде де көңілін қалдырып жіберетін нәрселер болады. Әйтпесе былай қарап тұрса, Жансая айтып жатса 500 мың оқырман. Сізді қазіргі таңда Жансая Мұратбекқызы қылып отырған сол 500 мың оқырманыңыз. Әрине, сол әрбір үйінде отырып сізге жаңағы подписацияны басып, лайкты басып, пікір қалдырып отырған адамдар сізді Жансая Мұратбекқызы қылып отыр. Мысалы қараса, бұл кез келген қазіргі таңдағы енді жұлдыздарға, өздерінің брендтерін дамытып жүрген адамдарға айтылатын нәрсе, әр оқырманды бағалай білу қажет сияқты. Солардың арқасында қайталасып сөзге келіп деген сияқты, ол кісілердің жағдайын түсінуге болады. Кейде біз мысалы мен өз басым, өзімнің отбасымнан бөлек, енді күйеуім көп нәрселер сыйлап жатады, бірімізге сыйлықтар беріп жатамыз. Контент мәселесі бар. Яғни сен алған нәрсеңді салып көрсетуге болады. Сен салатын нәрсе ол деген, ойбай, саған там iPhone беріпті деген сияқты, немесе бір құшақ гүл беріпті деген сияқты. Мен оны жай контент болмаса, бүйтіп өтіп кететіндей қылып сала салам. Андай вау деп бүйтіп оны 2-3 күн жырлап, не бергенін білесіздер ма? Тауып көріңіздерші деп салмаймын да мен ше. Просто айтпақшы мынадай сыйлаған еді маған деп сала салам, болды. Егер контентке керек акцент жасамайсыз ғой. Акцент жасамаймын. Бірақ сондай адамдар бар. Енді оны кейіннен келе мен басында солай жасайтынмын, енді оқырмандарға қызық шығар деп. Бірақ кейіннен келе ойладым, мен iPhone алып жатсам басқа жағдайда отбасылар бар деген сияқты. Біреулерге мүмкін қызығады, біреулер кішкене қызғанады, әртүрлі нәрселер бар. Отбасымызда да өзіміздің жақын адамдарымыздың арасында болады ғой. Мен неге мысалы жетісіп оны әлдеқандай қылып салам, егер менің бір туысым, жақыным бір нәрсе болып жатса, отбасында ауырып, қиналып жатса деген сияқты. Сол себепті ондай мәселелердің барлығында ойлана келе андай шешімге келдік. Қалай бар, солай көрсете береміз. Жоқ па, жоқ. Алсақ, алдық деп айтпай қойық, бүйтіп бір, мысалы біз үй алған кезде және машина алған кезде айттық, себебі ол артымыздан еріп келе жатқан жас буындарға үлгі болсын деп. Біз тоқтамаңдар, жұмыс істеңдер. Үйленгеннен біз үйленгенде түк те болған жоқ бізде. Білемін мен, квартирада неше түрлі квартирада тұрып, студия болды емес пе мынандай? Үздіксіз еңбектің арқасында біз жинап ақшамызды жинап квартира алу мүмкін. Алматы сияқты үлкен қалада, Алматыны білесіздер, бағасы өте қымбат деген сияқты. Біз сол кезде 21 ма 22 миллион қалғанбыз.
2 бөлмелі үйді. Сонда ақшаны жинап арнайы салып, одан кейін машина алу мотивациясын көрсетті. Яғни жастар қазіргі таңда мен негізі андайда бір ойларды үнемі айтамын қыздарға, жігіттерге. Біз бір-бірімізден көп нәрсені күтеміз, бірақ қыздарға қарасақ та, жігіттерге қарасақ та, ол өзіміз сияқты адам екенін ұмытып кетеміз. Ол да өмірді енді бастап жатыр. Ол да бір сүрініп қайта тұрған адам. Ол міндетті түрде 24-25 жасында не пәтерімен, не машинасымен тұратын адам мүмкін емес. Оны бірігіп барып екі адамның миымен істемесе болмайды деген сияқты. Бірден саған дайын тұрған жігіт, дайын тұрған қыз бәленбай несімен деген сияқты ондай болмайды деген. Сол себепті біз солай қылып көрсеттік. Ары қарайғы дүниені одан кейін біз қойш өз ішімізде. Ең бастысы мен сенен қабылдап алдым. Рахмет, осындай нең үшін, көңілің үшін деген сияқты қалған мәселелерді кейінге қоя салайық. Ол қалай бар солай көрсете берейікші өмірімізді деген сияқты. Сондай шешімге келдік. Иә, сізде мысалы жаңа осы жерде тағы былай ауыссам, киноларға да түсіп жатасыз. Иә, шақыртуларыңыз көп. Соның барлығына жолдасыңыздың көзқарасы қалай? Ол кісінің кейде бүйтіп, жоқ, керек емес, бармайсың дейтін жерлері болады ма? Ол кісінің ешқандай ондай көзқарасы. Мүлдем. Ол керісінше бар деп балаға қарайтын адам болмай қалса, алып қалып, барып төс, көр, қайда шақырып жатыр деген сияқты басынан бастап солай қолдаған болатын. Қазіргі таңда енді сөзіңіз айтып отырсыз, личный бренд мәселесі. Брендке жұмыс жасағаннан кейін кейде әртүрлі форматтағы шоулар, бағдарламалар шақырып жатады. Бірақ ол жерге барып, студияда көрдім. Иә, ондай жақсы не бағдарламаларға барасың. Кейде бір әзілден тіпті артық кетіп жатқан шоуларға да шақырып жатады. Ондай кездерде мен бас тартамын. Өйткені бренд үшін. Әрине өзіңнің аудиторияңның алдында репутацияңды түсіріп алмау үшін сіз андай бағдарламаға барып, сіз көрдім, елдің бәрі бір түрлі әзілдер айтты, не істеп отырасыз, сіз ол жерде отыратын емессіз ғой. Әрине бұл эго мәселесі емес, бірақ ондайға жақсы еті үйренген адамдар да барады. Мен ол жерде өзімнің сол бір қандай да бір ойланбай айтып қалған әзіл деген ол аяқ асты шығатын нәрсе. Бірақ тәрбиені аттап кетпеу керек. Әзіл. Күлдірем деп аяқ асты айтып қалуы мүмкін сол шоуда, бірақ оны сен оқырмандарың қағып алады. Сосын айтады, сіз неге мынау туралы әзілдедіңіз? Сіз ондай адам емес едіңіз ғой деп. Осы жерде бір нәрсе айтайыншы, көп қаралым жинаған сіздің түйме жайлы. Бір түймем шештім ал енді тағы не күтіп тұр дейді ғой. Астынан негативтарды көп жазыпты кісілер, иә. Сол әзіліңізге ата-енеңіз, туғандарыңыз қалай қарады? Жансая бұндай түсірмеш деді ме, әлде жоқ, мынау жаңа әзіл формат, адамдар қабылдай алып жатыр деді ма? Отбасыңыздың реакциясы? Бұл концертте мен негізі өзімнің ағаларыма, әпкелеріме негізі келмей қойыңыздар дегем. Жалпы менің концерттеріме жалпы келмесеңіздер болады дегем. Ренжімеймін, келмегендеріңізде дұрыс шығар дедім. Өйткені сіздердің көз алдарыңызда мен бәрібір бала Жансаямын. Мен отбасылы болсам да, қызым, бала шағам болса да, мен бәрібір сол Жансаямын. Сіздер мен ондай әңгімеге қимайсыздар деген сияқты. Бірақ менің аудиториямның басым көпшілігі отбасылы адамдар. Ядросы басым көпшілік. Сол яғни 27-35, 40-қа дейін барады. Сондай 18-25 дегендер де бар жастар жағы. Содан кейін отбасылық жалпы ол андайдан туындаған ғой, бұның барлығы, стендаптың барлығы шын әңгімелер. Мен ойдан құрамай, біреуге күлкілі болсын деп, өйткені халық біліп қояды сен өтірік айтып тұрғаныңда. Бұл бастан өткен нәрселер. Содан кейін сол әзілдеп жазғаннан кейін осындай әзілдерімді отбасым, қандай да бір туыстарымыз, жақындарымыз естімей ақ қойсын деген ой болған. Бірақ келгеннен кейін мен ескерттім. Осындай бір әзіл болады. Бірақ ол анау айтқандай бір өте ұятсыз дейтін емес. Дегенмен соның айналасында ары қарай енді әркімнің өзінің фантазиясына байланысты деген сияқты. Сөйтіп сол әзілді именно ютубқа кірсеңіз 400 мыңнан астам қаралым жинаған. Ютубта менің просмотрымда, жалпы концерттің просмотрында дәл сол әзіл туралы бірде-бір комментарий жоқ. 2000-нан астам комментарий бар. Мен әр комментарийді пікірді қарап отырдым. Бірақ мен соны қиып алдым да Инстаграмға салдым. Инстаграмға салған кезде дәл сол негативті комментарийларды маған жазылмаған адамдар жазған. Мені танымайтын. Яғни менің өзімнің оқырмандарыма кірсем, оның барлығы күлген, ешқандай жаман нәрсе қалдырмаған, нормально көрген. Басымыздан өтіп жатыр. Қалыпты нәрсе енді, сондай жағдай ғой деген сияқты. Ал сол бүкіл негативті комментарийларды қарасам, ешқандай маған жазылмаған оқырмандар, сырттан келген танымайтын адамдар. Яғни ол кісілер менімен таныс емес. Ал бірақ өзім
тіпті сол тақырыпты қозғаған күннің өзінде де мың ойланып мың толғанып Дидармен ақылдасып бұдан ары қарай деңгейге жеткізбейік, осы жерде осылай айтылсын, осылай қалсын. Өйткені әзілді кейде орысша айтқанда утрировать, әсірелеу деген бар. Кішкене әсірелеп жеткізсең, онда ол одан сайын күлкірірек болады. Бірақ сол жаңағы ақшаны жіберу мәселесі, гуманитарлық көмек, жұманың сыйлығы дегеннің бәрін Дидар солай жіберетін маған. Ақшаның барлығын. Ол түгілі кешегі концертімде мынандай нәрсе болды. Мен Дидарға студент кезімізде ақша беретін туралы айтқам. Ол ақшаны мен шынымен бергем Дидарға. Ай сайын бір нақты бір сумманы, сол кейін концерттен көре жатасыздар, Дидарға аударып отырдым. Ол мәселені мен сол жерде айттым. Оны өте күлкілі болды. Ол шынымен сондай жағдай болған. Халық өте қатты күлді, сол именно сол блокқа шашылып қалды. Бірақ ол шын жағдай. Демек, менің айтқан нәрселерімнің барлығы сол болған әзілдердің ең соңғы нүктесі, ол мүмкін әсірелеу шығар, халыққа одан сайын күлкілі болу. Бірақ өмірде бар, отбасылы адамдарға сәл өтетін тақырып болғаннан кейін соны қозғап жердік. Ал одан жаман деңгейде, немесе одан да ауыр түрде, одан да қара әзілдер деп жатады ғой, ондай да деңгейде жеткізіп әзілдеу ол менің табиғатыма сай емес. Бірақ мен айтайын, дәл сол әзіл, енді былай анализ дейді ғой, соны жасау бойынша, дәл сол әзіл адамдардың фокусын ұстап тұрды да, сіз әр қалаға жаңағы стендап концертіңізді ашқан кезде адамдарда келуге не туды. Өйткені қараңыз, адам жақсы ғана әзілді айта берген кезде жақсы ғана аудитория келеді да. Кішкене негатив бар кезде көбірек келеді. Ол міндетті түрде. Андай тағы да бір нәрсе айтып қалар ма екен, ұятсыз әңгімелер болып қалар ма екен, Жансая Дидар Жальбердиев айтып қалар ма, сол ғой. Отбасылық адамдардың көбіне жақсы көретіні, мен мысалы Дидар туралы айтам ғой, енді ол күйеу тақырыбы. Оны барлық отбасылы адамдар бірге келеді, бірге күледі. Өздерін көреді екен. Әйелдер өзін көреді, күйеулері өзін көреді. Артынан келіп алып, мысалы кеше Дидарға сыйлығын беріп жатыр, андай келген көрермендер, рахмет, өзімізді көрдік, отбасылық өмірді көрдік, біз өзіміз мән бермейді екенбіз. Атасы осындай екен ғой деген сияқты. Жаңа балалар келіп тұр, қазір келем дейтін әңгімелердің бәрін мен ара-жігін ашып әзілдеген болатын. Сол себепті олар сол қандай да бір әзілдерді біз түп нұсқасына бармайды. Оның бас аяғы жоқ. Ана жерді көріп алды, болды. Содан кейін сіз айтқандай шынымен сондай әзілдер болып қала ма екен, не туралы айтады екен деген сияқты келеді. Ізденіс қой. Соңында бас аяғы бар үлкен бір материалды көреді де, ортасында анау ешкімді ренжітпейтіндей материал менікі. Мамасы мен қызы келіп жатады. Ол да ұялмай көріп кетеді. Жас қыздар келіп жатады, жас жігіттер келіп жатады, отбасылы адамдар келіп жатады. Жаңа үлкен кісілер 50-демін, 60-тамын, ұят болып қалмай ма, келсем деп ойлайды. Стендап жастарға ғана арналған контент деп, сондай бір жанр деп ойлайды. Негізі үлкен адамдар. Күлкі өтетін адамның барлығына? Сол себепті ол жерде ұялмай келе беруге болады. Алдағы уақытта мен еще ескерткем, мүлдем басқа форматтардағы әзілдер болады. Бұндай әзіл ара-арасында болуы мүмкін. Ол өзінің жететін адамына жетеді, мән бермейтін адам мән бермейді. Целый енді бүтін контекст алған кезде ондай нәрсені білдірмейтін біледі ғой. Мысалы кеше сол Дидар мырзаны алғаш рет осылай міне живой көрдік дедік қой, көрдім ғой енді. Сіздің блогыңызда ол кісі андай второстепенный рөлдерде жүреді ғой. Андай пранк жасасаңыз қойшы, Жансая қойшы деген сияқты. Сонда андай образ болатын, қаталдау ма деген сияқты. Ал шынайы көрген кезде мен о кісіден басқандай адам көрдім. Тиянақты, жинақы, не айтарын, не істейтін білетін, және ең бастысы андай рахметі көп. Сізге рахмет, сіздерге рахмет, қала тұрғындарына барлығын сон. Енді оны көп жиі кездестіре бермейсің ғой. Бұл картинканы айту арқылы сізге қойғым келіп тұрған сұрақ. Үйде қандайсыздар? Үйде дәл осындай. Екеумізде де сондай. Ешқандай краска жоқ, өте мейірімді. Азамат Дидар маған қызымыз екеуміздің ол жағынан жолымыз болған. Дидар негізі шүкір. Шүкір. Біз үйленгеннен кейін ойлайтын қандай адам болады екен деп, жаңағы балаларға бір андай өзі оны салқын қанды деп айтады ғой, хладнокровный адам. Жалпы мен мысалы әйел затымыз ғой, ол жүрегіміз елжіреп тұрады. Ол кезде әлі қызымызды көтермегем, бірақ үйленгенбіз. Жаңа балаларды көрсем еміреніп, елжіреп, жаным, оны да білемін, сіздің күтіп жүрген кездеріңізді. Сөйтіп айтам, Дидар, қойып бүйтіп отырады. Мен ойлайтын, Дидар вообще баланы жақсы көрмей ма, немене? Қойып отырған не істеп ойлайтын. Бірыңғай қарайтын адамға. Сосын
мен ғана елжірей беремін бе әлде содан кейін солай болып жүрміз ба біз деп сондай сіз ойлайтынмын. творчестволық адамсыз ғой, былай качеля. Иә, сөйтіп ойлап жүріп, сосын кейіннен қызымыз дүниеге келген кезде мен Дидардан жылауық адам көрмедім өмірімде. Укол салғанда. Иә, еркек мен білетін ер азаматтардың ішінде әкем, ағаларым бәрінің ішінде Дидардан жүрегі жұмсақ адам көрмедім. Өйткені қызымның уколы болсын, сәл бірдеңесі болсын, тіпті ондай жаман жағы емес, қызымыздың бір жетістігі болсын, жүрсе де, папа деп сөйлесе, мама десе, тақпақ айтса, әлі күнге мысалы балабақшаға барады, қандай да бір өлең жаттап берсе, көзіне жас бүйтіп жүрегі фарш болып езіліп, менен де қатты көзіне жас толып жылап жібереді. Қызы десе кәдімгідей бар нәрсесін беріп, жақсы көріп, сезімі оянды. Мен білмеген екен. Басында сол салқынқандылықпен жүретін. Жалпы жеті ағасы бар қызды алу деген ол енді үлкен жауапкершілік. Мен сізге осылай міне үйленуге ұсыныс жасаған кезде білді ма? Ол кезде білді. Ол кезде ойланып қалған жоқ па басында? 5 жыл жүрдік. Жоқ андай, білеміз ғой, бүйтіп отыратын білдірмейді. Танысқанда қалай болды сәт? Танысқан кезде енді ол кісілерді ол той кезінде бірақ көрді. Барлық ағаларымды, бірақ ағаларым сырттай мен сол рұқсат сұрап 1 жыл бұрын ескерттім үйдегілерге, жаз кезінде барып. Кімнің кім екенін отбасымыз біледі. Сырттай таныс. Содан кейін бірақ ағаларым андай ғой, бәрібір қарындасымыз зат отырғаннан кейін қандай бала, қайда нетеді, қайда жұмыс істейді, қандай өзі жалпы жүріс тұрысы қандай деп еді. Ағалардың базасы ол, сынау. Ал Дидар енді уайымдап сөйтіп жүрді, мен оны әдейі ойнатып андай нетіп қоям кішкене. Көресің ертең ана кісілердің алдында қалай тұрасың, не істеп тұрасың, көтеріп алып кетесің ба, қолынан жетектеп алып кетесің ба, ұзатқан соң деген. Соның барын уайымдап қойшы, өзі итак уайымдайтын нәрсе көп, енді оны да ойласам білмеймін деп. Қайта келгеннен бастап өзіне сенген ғой ол кісі. Дидар мырза өзіне сенген. Келгеннен бастап ағаларым оны төбесіне көтеріп, кәдімгідей жақсы көріп, әлі күнге дейін солай менің сөзімді сөйлемесе де Дидардың сөзін сөйлеп, сыйлап жақсы көреді прям. Содан кейін де болар андай ештеңеден бір-бірінен қысылмайды, өте керемет қарым-қатынаста. Қанша жыл болды ода құрғандарыңызға? 6 жыл. Өте тамаша. Сөйтіп өте күшті қарым-қатынас жасайды. Ол кісі сізбен қалай, менмен де солай. Мүмкін менмен тіпті 1000 есесі шығар сол жұмсақтықтың. Ешқашан менің бетіме қарсы келіп бірдеңелер ойымды, әрине әйел болғаннан кейін құбылмалысың, әртүрлі нәрселер айтасың. Мүмкін емес нәрсені армандап қоясың кейде. Мүмкін мен мына концертімде бүйтем деген сияқты нәрселерді шамасы келгенше орындап береді. Яғни давай осылай істейік. Мен енді мынандай мүмкін емес техникалық жағынан, бірақ осылай реттейік деген сияқты. Барлығын істеп береді. Үйде керісінше жаңағы айттым ғой, бізде бір ютубта жобамыз бар, сыр жобасы. Солай аталады подкастымыз, отбасылық адамдар махаббат тақырыбында сөйлесеміз. Сол кезде қыздардың барлығы Дидарды жақсы көреді грин флаг ретінде, өйткені Дидар үшін қандай да бір іс-әрекет ешқандай қиындық тудырмайды. Мысалы, менің аяқ киімімді кигізіп жіберу концерттің алдында, немесе шашымды жөндеп беру, тағы да басқа, мысалы, өткенде бір тиктокта бір видеомыз тарап кетті, оны балалар салып жіберген, жаңағы енді қалай бар солай айта салайын, ол ненің атын қалай айта алатынын білмеймін, бірақ менің аяғымның бір тырнағы ішіне кіріп өседі, терінің. Бәрімізде бар. Ол ауыртады, оны қысатын аяқ киімнен. Мен кең аяқ киімде киемін. Ол менде ойлаймын, гормонның несінен бе екен, босанғаннан кейін пайда болды ол нәрсе. Менде де солай болды, босанғаннан кейін. Содан кейін қанша кең аяқ киім алсам да, қанша күшті жайлы аяқ киім алсам да, ол бәрібір солай бір айда бір рет сөйтіп тұрады. Соны Дидар концерттің алдында аяғымды ауыртқаннан кейін бізде набормен жүреміз, маникюрдің набор. Дәрігерге барып алдырады ғой көбі. Бізде Дидар өз алып үйреніп алған, соны прям аккуратно күштілеп, андай тазалап тұрып нетіп алады. Соны алған видео салып жібереді біздің балалардың біреуі. Содан музыка қойып өзіме салыңыз дейді еще. Содан өзі салып жібергеннен кейін қой онда мен де сала салайын деймін ғой. Именно біреуін ғана алады ол. Бүкіл аяғым тырнағын алып беретін жағдай емес, енді өзім аламын шүкір. Соны алып бергенді көріп алып, ойбу, мына кісі неге мындай. Адамдар әрине екіге бөлінеді. Біреулер айтады, өте керемет іс-әрекет, енді онда тұрған не бар? Еркекті ез қылдың дейді. Біреу айтады, осындайды еркек алып тұрса, ой қандай керемет дейсіңдер, әйел алса, неменеге алатынын әлде қандай қылып күйеуінің тырнағын дейсіңдер дейді да, жаңа двойные стандарты деп айтады. Мен айтамын, ойбай, егер де осындай дәл менікі сияқты жағдай болатын болса, аяғын тырнағын ала алмайтын болса, ол ауыртатын болса, ол деген хирургиялық әдісті талап ететін нәрсе. Егер сондай жағдай болатын болса, күйеу ала ма, әйел ала ма,
ештеңе әңгіме жоқ. Иә, Ала ақша берсін. қалтада. Иә, ақша Ең қалтада, бастысы. ала берсін. Иә. Ал не жаңағыдей бүкіл тырнағын алып бүйтіп отырса, енді ол әркімнің Иә, өз өзінің қолын жетіп, отбасының иә алмаса проблемасы қойған. өзі білсін. Алса алар, алмаса қояр. Бірақ мен бір-ақ тырнақтың мәселесі. Бірақ ондай біз үшін ондай шешім шығарып, менің күйеуімді жаңағы жер қылып, Иә, подкаблук бірдеңе деген сияқты мені бір қалай айтсам болады, мені бір сұмырай әйел қылып көрсетудің қажеті жоқ. Тек қана сондай іс-әрекет. Дидар айтады ғой, соны мен кейде ұялам. Сондай нәрселерімізді көріп қап біртүрлі болып қалмай ма екен адамдар, сенің осындай әзілдеріңді подкастта да отырған кезде бізде Дидар арасында ғана сөйлейді, көбіне мен сөйлеймін. Ол ойлайды, халық, мен Дидарға сөз бермеймін, мен ғана сөйлей беремін. Бүгін мен негізі отырыңыз деген болатынмын. Иә. Бірақ айтты, бәрібір жансая сөйлейді, мен иә жоғымнан керек болмайды. Мен кадр сыртында болайыншы деді. Иә, ол кісі солай кадр сыртында жүреді. Ол всегда солай. Мен айтамын, сөйлеш бірдеңе деш, жоқ. Сен сөздің адамсың, сөйлей бер. Мен сөйлейтін кезде сөйлеймін дейді, подкастта солай отырады. Мен оны ешқалай өзгерте алмадым. Сол себепті жаңағы мен білемін ғой қандай екенімізді. Ең бастысы екеуміздің арамыздағы махаббат маған ешқандай қиындық тудырмайды. Онда басқа адамдардың жаңағы саған тіпті сені танымайтын адамдардың, өзің оқырмандарың емес, танымайтын адамдардың сөзін жаңа ойға алып, ол үшін ойланып керек емес деді. Бірақ шынымен бір соңғы уақытта жақсы бір тренд табылды ғой, бар ғой. Нашар пікір жазатын адамдарға кірсең өте бақытсыз адамдар. Шынымен түрлерінен де көрініп тұр. Сондықтан ойлаймын, ол кісілерде сіз сияқты ішінде бір творчестволық навыктары бар, бірақ соны сыртқа шығарайын десе оларды қысып отыр. Сіз сияқты личный брендін дамыту үшін осы жерде инсайт кетеді. Жеке брендіңізді әсіресе әйел адамдар дамытқыларыңыз келсе күйеуі дұрыс таңдау керек. Иә, қолдау болады. Әрине, ол қолдау мәселесі деген, сіз қанша жерден жалғыз өзіңіз жүгіріп, жалғыз өзіңіз бәрін ұйымдастырып алысып жатқаныңызбен күйеуіңіздің қолдауы. Бұл жерде қолдау мүмкін материалдық, мүмкін моральдық жағынан. Моральдық көбірек керек. Иә, моральдық әрине көбірек керек. Біз ойлаймыз ғой, күйеуім қолдау білдірмейді деп, ол ақша жағынан деген ақша мәселесі ол тез шешіледі негізі. Моральдық қолдау сізге жылдық азық. Ол сіз оны сіз көтерілесіз, құлайсыз, сынасыз, жылайсыз, сондай моменттерде күйеуіңіз қолдау білдіруі ол құшақтайтын адам бар қасында. Сіз жылап айта аласыз да. Бірақ осы орайда ер адамдарға да айтқым келеді. Кейін мысалы отбасылы болып жатсаңыздар, немесе қазір отбасыларыңыз болса, әйелдеріңіз сондай қандай да бір істі бастаса, немесе ер адамдар бастап жатады да, әйелдер керісінше біреудің әйтеу қабілеті болады ғой. Ол жерде личный брендті дамытуда. Бірақ сол жерде қолдау мәселесі жақса, білмеймін, не түсірсең оны түсір, шатағым жоқ. Иә, бопты, жақсы шығар енді әйтеу, көрермендеріңе, оқырмандарыңа ұнаса болды дейтін емес. Сіз де сол жаңағы процеске араласыңыз, ойыңызды айтыңыз. Жақсы сияқты, меніңше иә, дұрыс емес сияқты. Өйткені ең бірінші сыншы қасыңыздағы адам. Дұрыс сияқты, өйткені сізді жақсы білетін адам сол ғой. Мынау саған жараспайды, жансая. Мынау ұят болып кететін мына нәрсе. Немесе мына нәрсе тіпті сені арзандатып тұр, керек емес дейді. Осы жерде личный брендте қолдау маңызды. Жеке бренді жақсы дамыған адамдардың барлығының продюсері туғаны Қайрат Нұртасты мамасы. Иә? Одан Төреғали Төреәлиді әкесі. Тағы кімдер бар алдында қарап отырмын. Сол сияқты адамның жеке брендін дамыту үшін негізінде туғаны ол шынымен не болады? Мысалы, істедік болды, кетті деген жоқ онда. Ертеңгі күнін ойлайды, репутациясын ойлайды, ақшаны ойлайды, шығынын ойлайды, ресурсты ойлайды. Соның барлығын есептеп жасайды. Иә. Соңғы бір тағы да бір сұрағымды қояйыншы. Халыққа қызықты да, біз қашанда санағанды жақсы көреміз ғой. Ақшаны. Иә. Жоқ, қазір ақша сұрағы емес бұл жерде. Сіз 10 қалаға концерт бердіңіз. Енді концерттің төңірегінен осылай сізбен кездесіп отырмыз ғой. Сізді Алматыда шақырсам келесіз бе? Мен Алматыға барсам келесіз бе? Сол сияқты нәрсе. Жалпы қалалардың қабылдауы қалай болды, және мысалы жарты зал болып қалған кездер, я болмаса керісінше зал толып кетіп сыртта адамдар қалып қойған кездер сондай болды ма? Иә, болды. Ол міндетті түрде осы жол мен енді, бұл менің үлкен турым ғой шыққан. 10 қала, Алматымен қосқанда 11 ғой деймін, қателеспесем, және Алматыда 2 сеанс. Батыс өңірге барған кезде Оралдың халқын сыйдыра алмай қалдым. Ренжіді. Бір күн бұрын солдаут болып кетті. Концерт 2 күнге қоймапсыз, 2 күнге қоймаған ма дедім, бірақ Орал бізде соңғы қала болғандықтан сағат 11:30-да бізде ұшу керек болды Алматыға. Билет мәселесі бар, оның бәрін ескермегенбіз. Оралға мен бірінші рет алғашқы жеке концертімен бардым, бірақ маған деген ықыластың, махаббаттың ондай деңгейде екенін ескермедім. Әрине келетінін білдім, бірақ зал толып кетіп, халық сыймай қалады деген болған жоқ. Зал толса, осымен бітеді шығар, нормально шығар деп ойладым. Сөйтіп біз қосымша 10 орындық қостық.
кәдімгі ағаш орындық қостық, енді жайсыз болса да, Иә. өйткені халық келіп тұр, Мгм. келіп билет алғысы келіп тұр. Мгм. Мен үлгермей қалдым. Батыста, Оралда және Шымкентте келіп билет алу үрдісі әлі бар екен. Яғни билет Кассадан болмай алады, қалса кассадан келіп алатын, М. жолығып, өйткені Аха. ала алмадым дейтін үлкен кісілер бар, тағы да басқа үлгермей қалдық дейтін Тикет кісілер бар. ұтпайтындар бар енді. Содан келеді де сол жерден алады. Осылай Орал қаласында сыймай біз қосымша 10 орындық қостық, ал зал жартылай ғана болды, толмай қалды дейтін болған жоқ. Бірақ Қызылорда халқы бір 80% ғана жиналған болады. 80% ғана емес қой, ол 80% жиналды. Өйткені зал үлкенірек болды. Қызылордаға мен алғашқы концертіммен келдім. Кем дегенде жиналғаны сол болды, оның өзінде маған байқалған жоқ. Бір соңғы 2-3 қатар ғана толмаған шығар. Онсыз ол да болмайды. Мен тіпті бір көрерменім келсе де концерт қоюға міндеттімін. Өйткені ол кісі мен үшін келді. Маған десе 500 адамдық орын болып, мен ешбір қаланы алайық, мысалы қылғанда, осы Семейде дейік, мысалы Семейде шүкір, рахмет, келген барлық көрермендерге солдаут, біздің тілмен айтқанда аншлаг, барлығы толды. Бірақ 5 адам келсе де, 2 адам келсе де, мен соны уақытын бөліп келгеннен кейін, мен арнайы дайындалып келгеннен кейін ол концертті беруге міндеттімін. Ол жерде мен санға тәуелді емеспін. Ең бастысы менің өзімнің көрерменім сапа. Мен келдім бе, ол жаңа бұл халық жиналмай қойыпты, бұл енді аренданы қалай жабамыз, мынау ақтамайды ғой деп мен концертімді қоймай кетсем, басқа күнге ауысты десем, ол менің міндетті түрде брендіме, репутацияма. Сіз концертті ақша үшін қойып жатқандай боласыз. Иә. Ол жерде бірінші кезекте әрине бәрі ойлайды, ақша мәселесі, бұл жүрген кезде осы ақшаны бүйтті сөйтті, андай бірдеңе табады, бұлар мынандай бір нәрсе табады деген. Стендапқа келгенде, ресурс қой. Иә, стендапқа келгенде жаңағыдей әдемі съемканы ұсыну үшін бәленбай миллион теңге жатады артында. Мен тіпті тапқан күннің өзінде соның түгел съемкаға кетеді. Жауып тастайсыз. Мен керемет бір жерден асып-тасып ештеңе таппаймын. Сондықтан жаңағы халық ойлайды ғой, бағаны есептейді, мысалы алдыңғы қатарлардың бағасы бар. Иә, мынаншадан тапса мынанша болады. Біз біреудің ақшасын есептеген жақсы көреміз қазақ. Содан кейін есептейді, мынанша табады екен деп ойлайды. На самом деле ол жаңағы аренда мәселесі. Одан кейін осы сол концерттік залда жұмыс жасайтын жұмыскерлер бар, оларға өзінің тиын тебені бар алатын. Соның барлығын есептеген, жол пұлымыз бар, біздің жататын орнымыз бар деген сияқты. Соның барлығын есептегенде әжептәуір шығын шығып кетеді бір қаладан. Соны мен де ойлаймын, мынандай билеттердің бағасын қараймын ғой мен. Кейбір жерде 4,5 мың теңге, 5 мың теңге. Менде мынандай ой туады. Мына кісілер өз шығындарын қалай жауып жүр деп. Менде ойбай көріп жатыр емес, қалай жауып жүр деп ойлаймын. Менде сол съемка мәселесін, қазір оның бәрі ресурс. Қазір өзі мобилограф алатын болсаң, жоқ деген 100 мың теңгеңді бересің. Жаңа менің командамның ақшасы бар. 20 адамның билеті мобилографқа ғана кетеді. Мысалы, сонда мен ойлаймын, неге бұлай аз тұрады? Ал бір жағынан халықты ойлайсың да, халық көргісі келеді. Әрине. Одан қымбатқа қалай қоясың? Тағы да баға саясатын есептейсің ғой, әр жақтың, әр аймақтың халқы әртүрлі өмір сүреді. Ол жақтағы жаңағы ең төменгі жалақыны есептейсің, қарайсың, содан кейін қоясың. 1-2 мың теңге ғана айырмашылық болатын шығар. Дегенмен мен бір 30-40 мыңға қоятын әлі ондай деңгейге жеткен жоқпын. Біріншіден өзім үшін ол қоятын болсам да мен білмеймін, әлі емес. Дегенмен жаңағы ең жоғарғы баға 10-11 мың, 12 мың дейтін баға, ол сенің өзі осы концертті жазғандағы еңбегің, 1,5 сағат оқып тұруың деген сияқты нәрселерді ескере келе есептеледі. Ал соңғы қолжетімді баға ол 4 мың, 5 мың теңге дегеніміз, ол уже халықтың жағдайын ескеріп қойылады. Ол жерде бізге қандай ақша түседі деп ойлауымыз мүмкін, бірақ мен бірінші кезекте жаңа өзіңіз айтқандай ақша емес, басты нәрсе көрерменнің махаббаты. Дәл осы көрермендер менің келесі концертіме келеді бұйырса. Ол жерде де мен мысалы ол жерде енді соңғы баға 4-5 мың болып, келесі жылы 7-8 мың теңге болып тұрмайды. Дегенмен, яғни өзімнің көрерменімді, аудиториямды қамти беремін, үлкен қыла беремін, өсе береміз. Офлайн көрістіңіз. Қандай керемет нәрсе. Барлығы сіз экранның артынан көрді. Офлайн кездесуге 4 мың теңге, 5 мың теңге ақшаларын қиып келу, бұл халық үшін өте жақсы нәрсе. Былай қарап тұрсам, осы жыл мен сізді қарадым ғой, анализ жасаған кезде. Сізде бір сондай жыл екен да. Бір съемкалар, шақыртулар, Алла қаласа 2026 жылы бұдан да үлкен уровеньға шығасыз деген ойдамын. Өйткені біздің халық қазақша форматтың сондай бір статусный формат екенін енді көріп жатыр. Енді біліп жатыр. Біздің тілдің бай екенін енді біліп жатыр. Және бар ғой, мен мысалы жаңағы қазір шығып жатқан еңлік деген әншіміз бар ғой. Қалай мақтанам. Ой, айтпаңыз. Кеше осы жерде Алатау серілері қонақта болды менде.
қалай мақтанам, сіздермен қалай мақтанам. Рахмет. Өте сондай мақтанарлық жағдай. Біздің Пугачеваның өзі айтты ғой, казахи, вы чем питаетесь, откуда у вас столько талантов. Шынымен біз егерде осы сіздердің кездесулеріңіздің артында сіз тағы да көп халықты қамтыдыңыз. Сіз жоқ дегенде, осы концертіңіздің барлығы біткенде 60-70 мың аудитория жинадыңыз. Тағы да, мысалы, ол өте керемет нәрсе. Сондықтан халық айтатынымыз, бұндай концерттеріңізде ақшаны санамаңыздар. Керісінше билет алып қалайықшы. Жансая ханымның концертіне барып қалайықшы. Сондай дүниелерді көздегендеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Жаңа сіздің неңізге жауап бере кетсем, жалпы осы еңліктің әнін мен мүмкін концертімде байқаған шығарсыз, көптеген көрермендер енді байқауы мүмкін. Еңлікпен біз өте жақсы араласамыз, және концертімнің басында көрермендер жиналып жатқан кезде біз Мадина Ералиеваның және еңліктің жалпы қазіргі таңдағы жас талантты қыздардың, қыз әншілердің әндерін қоямыз. Әйел адамдардың, өйткені ол қолдау. Әйел адам ретінде бір өзімізді қолдау мақсатында солай шыққан болатын. Одан кейінгі жаңағы жалпы жеке бренд тақырыбы қозғалғаннан кейін айтқым келетіні, біз мысалы айтып жатырмыз ғой, офлайн сізге қаншама адам келді деп. Бұл жерде негізі білесіз, қаншама миллионнан асқан аудиториясы бар, блогерлер бар, вайнерлер бар жалпы Қазақстан бойынша. Бірақ біздің бір түсінгеніміз, ол адамдар миллиондаған оқырман жинағанымен офлайн кездесуде оларға 10-15 адам ғана келеді екен. Біз соны түсіндік. Яғни ол сенің жаңағы санға жұмыс істеп, мен 500 мыңға жетіп алым керекпін, жаңағы әртүрлі бір нәрселермен, гифтарға қатысып бір нәрсемен жинап аласың да, бірақ сенің берерің жоқ болса, халық сенімен былай өмірде де кездескісі келмейді. Сен ол адаммен сен сөйлескің келу керек, тыңдағың келу керек. Сондай нәрселер болу үшін сенің беретін нәрсең де мәнді, мағыналы, сапалы болу керек та. Сенімен адам, мысалы, өзіңіз просто бір қандай да бір 10 мыңдыққа, 100 мыңдыққа жеткеннен кейін сіздермен кездесу ұйымдастырсақ деп көріңізші, қанша адам келетінін көріңіз. Сол кезде белгілі болады сіздің аудиторияңыз сізбен офлайнда жұмыс жасауға жақсы ма? Яғни кері байланысы күшті ма, әлде сізді тек қана онлайн көріп, айналайын бақытты бол деп отыра бере ме деген сияқты. Содан көруге болады сіздің жеке брендіңіздің қалай дамып жатқанын. Сол себепті жаңағы біздің концертте сондай көп адамдардың келгеніне, біз осындай деңгейге жеткенімізге қуанамыз, біреу қолдайтын деңгейге жеткенімізге қуанамыз. Және ең бастысы сіздің жаңағы алдында айтуды ұмытып кеттім, продюсер жақын адамыңның болуы деген. Жақын адамыңның саған, мен мысалы күйеуімді айтатын болсам, одан артық жаны ашитын адам жоқ маған. Әрине. Ол ешқандай ақша да алмайды. Керісінше мен алам артист ретінде, бірақ сіз айтқандай жаңа Қайрат Нұртастың анасы, Төреғалидың әкесі деген сияқты, сол кісілер ғана білет сенің қандай екеніңді. Сол кісілер ғана білет. Шаршап тұрсаң айтады, халыққа шығып айтады. Кім керек екен, не керек екен, күте тұрыңыздар, барлығын жаны ашитын адам. Тек қана ол продюсер деген ақшаны шытырлатып санайтын адам емес. Аяғыңыз ауса кроссовканы алдырып қояды. Ондай адамды жалдап алуға болады. Мысалы, сізбен де сөйлесіп, Динар ханым, сізге осындай бере салайын мен, 1 миллион берейін, сіз жүгіріп беріңіз. Жүгіріп бересіз. Жансая бітті деймін. Сол ғой, менің уақытым міне 1,5 сағат істеп бердім, ренжімеңіз. Аяғыңыз ауырып тұр ма? Білмеймін, онда ана жақ қайтарсыз деген сияқты нәрселер ғой, жан дүниемді түсінбейсіз. Сол себепті осы жеке брендте де продюсер, қасыңыздағы жауапты адам, тіпті ол менеджер болсын, жақын адамыңызды қойған дұрыс. Одан артық жеке бренд түгілі біз кезінде бір жаңағы жақындарымыздың айналасындағы бір нәрсе бизнеспен айналысатындарды қараймыз ғой енді. Сол кезде жақын адамдар жүгіретін нелердің бизнесі күшті жүріп жатады да. Ал ақша төлейтін адамдардың бизнесінде кәдімгі ана адамның өзі, досымыздың өзі, андай түсіріңдерші, мынандай түсіріңдерші, неге нан салмай жатсыңдар деп жүгіреді. Оны сен ақша берген адам өзінің жұмысын істейді, артық нәрсеге бас ауыртпайды. Ал жақының жүгірсе, сенің бүкіл тағы қалай шығарсам екен мына нәрсені, тағы қалай жеткізсем екен, соған да ойлайды. Сол себепті мен ойлаймын, бренд жағы бірінші репутация, өзіңіздің атақ абыройыңыз үшін жұмыс істейсіз, екіншісі міндетті түрде қазақ аудиториясына жұмыс істеген жақсы. Өйткені біз кезіндегі бір стереотип қой, ол қазақ аудиториясы сатып алмайды, қазақ аудиториясы келмейді, қазақ аудиториясы көрмейді емес, өте мықты. Қазіргі таңда Тредста да отыратын шығарсыз. Тредста деген қазақтар жаулап алған ғой ол жақты, ол площадканы, ол әлеуметтік желіні. Сондықтан қорықпаңыздар, шынайы болуға қорықпаңыздар, жұмыс жасаңыздар. Өйткені сіздің ниетіңіз ғой. Сіздің ниетіңіз шынымен берем, көрсетем, дәлелдеймін деп өзіңізге сенімді болсаңыз, ол міндетті түрде
жететін жүрегіне жетеді. Біздің нағыз шығыстың қызы, өзіңіздің туған жеріңіз, өлкеңіз жайлы бір қабат аудиторияға айтып жіберсеңіз. Мен кеше өзім айттым ғой, Семейге келгеніме өте бақыттымын, жерлестерім, туған жерім деп, өйткені мен шығыстың қызымын деп. Бәрібір мен өзім жақты тартып тұрады. Мен негізі Аягөз ауданы Тарбағатай ауылының қызымын. Шағын ғана ауыл, Тарбағатай ауданы бөлек, біздің ауыл бөлек. Бірақ сол ауылдан қаншама мықты азаматтар шыққан: Серікзат Дүйсенғазин, Медет Салықов, Қанат Жүнісов деген сияқты, Жалын Тілеуберген, Марат Оралғазиннің ата-анасы, барлығы, Дәулет Мұқаев, сол кісінің ата-аналары, барлығы біздің ауылдан шыққан азаматтар. Оның ішінде уже мен де қосылдым. Айбала Өсиетқызы дейтін тамаша дәстүрлі әншіміз бар. Қазір енді мүмкін біреулерді атауды ұмытып кеткен шығармын, дегенмен өте көп талантты адамдар шыққан. Кеше жаңағы мәдениет үйінің, қалалық мәдениет үйінің директоры сұраған екен: жалпы сендердің ауылдарыңда не жеп өсесіңдер, неғып осынша талант шыққан деген сияқты. Білмеймін, біздің кейде айтып жатады ғой, топырағымыздың сол киелі болғаны шығар, білмеймін, туған жеріміздің сондай шағын ауылдан осыншама талант, дарынды адамдар шығады деп ойлаған жоқпыз. Сіздердің ауылдарыңыздың жаңағы айтып жатқан адамдардың барлығы шынайылығымен ерекшеленеді. Мүмкін, иә. Сізде жасандылық жоқ. Әр жердің өзінің бір нәрсесі бар, байқайсыз ба? Осы жерден шықса, мысалы Орал жақта, жаңағы Райымды айтатын болсақ, одан кейін Оралдан шыққан Тұрсынбек Қабатов, соларды айтатын болсақ, ол кісілер бір-ақ нәрсемен жұлдыз болып кеткен кісілер ғой. Бірақ нәрсемен жұлдыз болып кеткен кісілер. Сонда олардың да өзіндік бір ішінде адамдарға айта алмайтын бір қасиет бар. Сол сияқты ондай қасиет сіздерде де бар. Біз бірақ шынымен айта алмаймыз. Дегенмен осы кісілер үнемі ізденіс үстінде концерт беріп жатыр. Мысалы кеше мен мына жақта жаңағы ГДК-да концерт беріп жатсам, мына жақта Абай театрында біздің жерлестеріміз Еркін Тоқсейітов, ол кісі менің бөлем, Еркін Тоқсейітов, Серікзат Дүйсенғазин, Жұмабек деген ағаларымыз, олар бөлек концерт беріп жатыр екен. Кеше жарты Тарбағатай, біздің ауылдың адамдар көбі сол жаққа барған, жартысы біз жаққа келген. Республика күніне жалпы тарбағатайлықтар концерт қойдық кеше біз, қаптап бәріміз жан-жақтан. Дұрыс болды. Мен ойладым, сіз республика күніне әдейілеп осы Семейді таңдады ма екен? Мен енді тырыстым, былай өзіміз есептедік, қай жақтан бастап келейік, қай жақтармен аяқтай, қай жаққа келейік деген сияқты. Бірақ сол осындайға сәті келіп қалған ғой. Біз қуандық республика күніне. Еще мен қызық жағдай айтайын. Кеше концертте тұрып, мамам туралы айтып тұрмын ғой бір блогымда. Сөйтіп мамам туралы айтып тұрып, мамамның туған күні екен есіме түседі ғой. 25 қазан менің мамам 73 жасқа толды. Сол жерде тұрып, жаңағы жоғарыдағы бір ағамыздың несі әзілге айналып кетті ғой. Осы сәтті пайдаланып тұрып, мамамның туған күнімен құттықтап жіберейін деп айттым сол жерде. Жеткіз алдыңыз ма? Масқара, жеткіз алдым. Артынан мамама звондап құттықтадым. Мамам сол ренжіп, сондай жағдай болды. Сол себепті енді күшті датаға түсіп, күшті концерт өткеніне мен де қуаныштымын. Біз де өте қуаныштымыз. Сіздің осылай өз өлкеңізді аса бір құрметтеп келіп жатқаныңызға. Мойындаймын, біз қазір 1 жыл болды біздің облыс болып жатқанымызға. Бізде әлі дамымай тұрған, болса екен дейтін жерлеріміз көп, бірақ біз даму үстіндеміз. Біз халықпен ақырындап алдыға жылжуға тырысамыз. Енді Роза Қуанышқызының, Бибігүл Төлегеннің туған жері ғой. Абай атамыздың жері болғандықтан бізде таланттар өте көп. Біз олардың барлығымен мақтанамыз. Кей жерлерде мысалы сіздерге, максимально поддержка дейді ғой, қолдау көрсете алмай жатсақ кешірім сұраймыз. Дегенмен де, бірақ біз әрқайсыларыңызбен мақтанамыз. Бүгін осындай сізді осы жерге подкастқа әкеп беріп отырған алдымен жолдасыңызға, одан кейін өзіңізге үлкен рахмет айтамыз. Алматыға, Семей қаласынан дұғай сәлемімізді жеткізіңіздер. Біршама халыққа жақынырақ болдық деп әңгіме айталдық деп ойлаймыз. Шынайылығыңыз үшін, қарапайымдылығыңыз үшін, халықты сусындырып жатқан әзілдеріңіз үшін, әйел затының орны қандай болу керек екен, бірақ әйел заты қалай өркендей алады, сол статусты көрсете алғаныңыз үшін сізге мың алғыс. Көп рахмет. Көп рахмет. Бұл қалаға бұл менің алғашқы және соңғы келуім емес, міндетті түрде келем, өзімнің жеріме, көрші жатқан Өскеменге де баруға да ыңғайы келмей қалды, бірақ о жаққа да барам. Бірақ Семей кеше мен ойлағаннан да асып түсті. Менің ожидание дейді, күткен нәрсемнен өткені уайымдадым. Мен бірінші рет келе жатырмын жеке концертпен. Мен батысты білем, мені қалай қарсы алатын, оңтүстік жақты білем, қалай қарсы алады. Астанаға енді жиі барам концертпен. Алматыны өзім қалыптасып алғам, жаңа суда жүзген балықтай. Бірақ мына жақта өзімнің өлкем қалай қарсы алады екен, мені қалай қабылдайды екен, әзілдерім өте ме екен деп едім. Кеше командадағы барлық жігіттер ең
мықты қала Семей болды. Сіз ана жерде қалай былай билет жоқ деп еркелеп жатқан шықтыңыз, сыртта. да? Мен шықтым, біреу мен билет аламын, жоқ билет жоқ болды, билет өтіп кетті, енді қалай кірсек болады. Мен айтамын, ой байынан басталған уже аншылай болып жатыр деп. Сол ғой. Соны мен ойлаған жоқпын, осындай махаббатпен күшті қылып қарсы алып алады деп өзімде еркелеп күшті қылып шықтым. Сол себепті Семейге мен міндетті түрде бірнеше рет келемін. Күтеміз. Қолымнан келсе мынандай сіздермен енді уақыттың тығыздығы, әйтпесе осындай сөйлесу форматында да бір халықпен, жастармен кездесуге де болатын еді. Сіз осы өзіңіз ұйымдастырып келесі жолы концертті міндетті түрде жасайық. Және Семей енді дамып келе жатырмыз деген күннің өзінде де кеше бір күннің ішінде біз қалай күшті деңгейге жеткенін, қаншама концерттер келіп жатқан, кеше ГДК-дан шығып бара жатып бізге қаншама адам концертпен келе жатқанын көрдік, яғни қараша айында. Бұл деген өте керемет деңгей ғой. Біз Семейге адамдар келіп бастап жатыр. Оның түгелін мен ертең Алматыға барғанда жеткіземін. Айтам, барыңдар концертпен деп, Семейдің халқы қалай қарсы алып алады деп ше. Өйткені мәдениет бар Семейде. Көп жерлерде барасың, мәдениетсіз деген нәрсе жоқ, бірақ концертке келу мәдениеті. Кеше сағат 7-ден 10 кеткенде шапалақ ұрып отыр ғой, өйткені 7-ден 10 кеткенде зал полный толып қойған. Біз 7:20, 7:25-ке дейін күтеміз. Иә, 7:30-ға дейін күтеміз, халық барлығы жиналсын, бастап кетпейік деген сияқты. Кеше біз 7-ден 15 кеткенде бастап кетті, уже 5 минуттан кейін қой күттірмейік, халық толып кеткен деген сияқты. Бұл да мәдениеттің бір жағы. Суретке түскенде де халық бір-бірін сыйлап, топырламады. Иә, түсіп алайық, күте тұрыңыздар, бірдеңе. Оның барлығы өте күшті, сондықтан біз керісінше өте жақсы дамып жатырмыз. Осылай бола берсін лайым. Мен де міндетті түрде келем, мен өзім Семей жақсы көрем. Мен де мақтанамын сіздермен осындай жақсы деңгейге жетіп жатқанымызға. Көп рахмет шақырғандарыңызға, Динара ханым. Көп рахмет. Берері бар подкаст болса болды, ең бастысы маған. Әмин. Алла разы болсын. Көп рахмет. Келесі кездескенше. Рахмет.